Сәлем достар, сіздермен болған мен Рузайтока World арнасы. Достар, бұл бізде ажыраған негіздер екінші бөлімі. Бұл сериал сіздерге қызықты және де ұнап жатыр деген ойдамын. Ұнаса әрине де менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписаться кнопкасын басып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болыңыздар, ал мен сериалымды бастаймын. Кеттік! Қара, менде өте күшті кітап бар. Бұл кітаптың мазмұны деген өте ерекше ғой. Мен осы мазмұнымды анашым айтып бергем, анашым өте жақсы деп маған ақша берді. Вау, мына кітап маған, яғни қатты ұнаған кітап. Бұл кітап рекламада шыққан. Мен бұл кітапты қатты оқығым келген. Және де бұл кітаптың киносы бар екен. Мен киносына бармасам да кітабын оқығым келген. Маған бере аласың ба? Яғни сұрап тұрғаным ұят, бірақ мен қатты оқығым келіп жүр. Сен менің ең жақын досымсың ғой, сені береді деп ойлаймын. Жарайды, неге ала ғой. Сосын әкеп таста жайма. Бұл кітаптар тек менікі емес, егізім бар ғой, сол екеуміздікі. Қарның ашты ма? Жоқ, қатты ашпады сенікше. Менікі ашты. Кеттік ендеше, тамақ ішіп қайтайық. Кеттік. Анашым, менің қатты қарным ашып кетті. Үйде жейтін бірдеңе бар ма? Мен өзім істеп жіберейін. Қызым, үйде азық-түлік қалмады. Әлі менің айлығым да түспеді. Менің айлығым түссін, сосын бірге продуктыға барамыз, жарай ма? Сенің қалаған тәттілеріңді алып беремін. Жақсы, анашым. Бірақ менің қарным қатты ашып тұр, енді не істесем болады екен. Жарайды, саған 500 теңге берейін, менде 500 теңге болып тұр. Соны берейін, ал сен барып дүкенге барып өзінің қалаған жейтін затыңды ал, бірақ тойымды жейтін зат ал, жарай ма? Жоқ, анашым, керек емес. Мен өзім шыдап отыра тұрамын. Жоқ, қызым, саған берейін, сенің қарның ашып отыр ғой. Немесе менің үйіме барайық. Жоқ, ұят қой, мен шыдап отыра беремін. Рахмет, анашым. Сендер сонда кафеге осылай барасыңдар ма? Өте әдемі киімдеріңді киіп келмейсіңдер ме? Мен мысалы осы киімді киемін деп дайындап қойғанмын. Өте әдемі, иә? Мына заколкамда маған өте жарасып тұр осы киіммен. Мына киімімді мен мына жерге қоя салайын. Енді мен боянайын. Жүріңдер менің арттарымнан. Негізі сендер өте әдемі киім киеді деп ойлағанмын. Мүмкін сендерге мен киім берейін. Мына киім өте әдемі сияқты. Мынау да әдемірек. Келіңдерші. Так, саған осы киімді көрейін. Саған жарасып тұрған жоқ. Жақсы, осыны кие бер. Не істеп кеттің? Бізге сенің киімдерің керек емес. Бізге осы киім ұнады, және де ыңғайлы. Соны айтам, вообще ұнап тұрған жоқ. Өзімнің киімім ұнайды. Ой, жарайды, сенің де стиліңді айтады-ау. Қандай көйлек киіп алғансың, жап-жасыл қылып. Мынанікі нормально. Қазір тырысып қаламын, болшы тезірек. Ой, жарайды, жүріңдерші тезірек. Анашым, маған ақша беріңізші. Мен кафеге баруым керек. Қыздармен отырайын деп жатырмын. Маған ақша беріңізші. Примерно 5000 теңге бере беріңіз. 5000 теңге деген аз ғой. Ал немесе мен 10 000 теңге апарайын дегем. 5000 теңге береміз, жете береді. Қызым, қайдағы ақша? Менде ақша түгілі тиынды жоқ қой. Мен өзімнің зарплатамды күтіп отырсам, ал сен ақша деп қоймай жүрсің ғой. Өзіңнің егізіңе қарасаңшы, ақша сұрамай жүр, және де қарны ашты, ақша берейін деп едім, соңғы ақшам қалыпты. Алмаймын деп ұялып кетті. Ал сенде ұят жоқ, иә? Анашым, не болды сізге? Сонда менің егізіме беріп, маған бермейсіз бе? Мен айтып тұрмын ғой сізге, кафеге барайын деп жатырмын қыздармен. Міне қасымда қыздар тұр ғой. Ақша жоқ болды менде, үйде отыр, немесе барма. Ақша жоқ дегенге жоқ. Анашым,
Сіз неге мені осылай үнемі шеттете бересіз, маған ақша бермейсіз? Болды, қойыңызшы. Жүріңдер.